Құрметсіздермен достар, бүгін біз балалар киімінің негізін құрастыратын боламыз. Ол үшін бізге мына өлшемдер қажет, яғни обхват груди, кеуде орамы, және де екіншісі обхват талии, белінің өлшемі. ВПРС, яғни кеудеден қолтыққа дейінгі ұзындық. Высота проймы спинки. ТТС, яғни мойын ойындысына белге дейінгі ұзындықтың өлшемі. Артқы бойдың. Ширина плеча, иықтың ұзындығының өлшемі. Осы өлшем бірліктер бойынша біз балалардың киімінің негізін құрайтын боламыз. Алдымен біз тік және көлденең сызықтар жүргізіп аламыз. Сол бойынша сызбамызды сызатын боламыз. Енді ол екі сызықты сызбағаннан кейін жоғарыдан төмен қарай 2 см дәлдікпен белгілеп, мойын ойындысын белгілеп аламыз. Және де мойынымыз қаншалықты ашық болады, соған дейінгі ұзындықта көлденең нүкте белгілеп аламыз. Осы екі нүктені енді қосатын боламыз. Енді міне қосып шықтық. Біздің мойын ойындымыз дайын. Бұны артқы бөлігін құрастырып жатырмыз. Бірінші мойын ойындысын өзгертуге болады. Үлкейтіп немесе кішірейтіп кейін модельдей береміз. Енді осы көлденең сызығымыздан 2 немесе 3 см етіп төмен түсіп бір нүкте белгілеп аламыз. Сол нүктемен иық ұзындығын қосып шығамыз. Мысалға, біздің иығымыз 6 см болса, осы 2 см түскен нүктемен 6 см-мізді төменге қарай қосып шығамыз. Міне біз иығымызды төменге 2-3 см түскен нүктемізбен қосып алдық. Енді мойын нүктесінен төменге қарай белге дейінгі ұзындықты сызып шығамыз. Бұл бізде ДТС деп белгіленеді, яғни мойын ойындысынан белге дейінгі ұзындық артқы бойдың. Міне біз белге дейінгі ұзындықтың өлшемін таптық. Енді мойын нүктесінен қолтық ойындысының ұзындығына дейінгі ұзындықты ВПРС, яғни қолтыққа дейінгі ұзындықты белгілеп аламыз. Және содан көлденең етіп сызық сызамыз. Және ол көлденең сызығымыз бізде қолтық ойындысын оюға көмектеседі. Бұл бізде ВПРС деп аталады. Және де осы нүктеден көлденең сызық сызамыз. Көлденең сызықтың ұзындығы кеуде орамының 4/1 бөлігіне тең болады. Яғни кеуде орамын 4-ке бөлемізді, сол өлшем бірлікті ұзындығына сызып шығамыз. Енді осыны иық нүктесімен қолтық ойындысын лекалы бойынша қосып, формасын келтіріп сызып аламыз. Бұл бізде қолтық ойындысы міне. Енді мойын ойындысынан төменге қарай түскен сызығымыз, яғни ДТС-тің ең соңғы нүктесінен бастап, бел орамының 4/1 бөлігін сызып шығамыз. Яғни бұл біздің беліміздің өлшемі болып табылады. Осы нүктені қолтық ойындысына қосып сызып аламыз. Бел орамын 4-ке бөліп, сол өлшем бірлікті оңға қарай сызып аламыз. Сызғышпен қосамыз. Бойдың мойын ойындысын ойып аламыз. Енді алдыңғы бойды сызу үшін мойын ойындысын 1 см-ге жоғары көтереміз. Және де содан оңға қарай сызық сызып аламыз иық нүктесін.
Содан кейін қолтық ойынсын артқы бөлікке қарағанда алдыңғы бөлігі ойығырақ болады. Және де барлық лекалыға 1 сантиметр қосып шығамыз. Алдыңғы бойымыз, яғни артқы бөлшектен 1 сантиметрге үлкен болуы шарт. Белімізді 1 сантиметрге көтереміз. Себебі лекалымыз бізде тіккен кезде төменге қарай салбырап тұрмас үшін 1 сантиметрге көтерсек, тік әдемі болып, беліміз әдемі болып шығады. Міне бізде лекалы дайын. Лекалы дайындауға небәрі 5 минут уақытымыз кетті. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Менімен бірге жасап көріңіздер. Жасалу жолы қиын емес.